біздің дініміз дәстүріміз сабақтасқан. Бала кезімізде ата әжелеріміз бір сырқаттанып қалғанда ырым жасайтын еді. Соның ішінде жарақат алған кезде. Ал осы ырым пайғамбарымыздың ұмытылған сүннет екенін білеміз бе? Бала кезімізде бір жеріміз жарақаттанып, не кесіп кетсе, не өзен басында бір жерімізді кесіп алсақ, ата әжелеріміз бисмилля деп селекейді алып, топырақты алып, топырақ шашып, сол ауырған жерге басушы еді. Ал екі дүние сардары пайғамбарымыз алейхиссалам не деген? Бисмиллахи турботу ардина бейриқати бағдина үшфа сахимуна бизни раббина. Яғни пайғамбарымыз алейхиссаламның бұл сүннетінде кім бір жарақат алса, ауырған жері болса, селекейін алып, топырақты алып, сол топырақпен ауырған жерін бассын дейді. Және оның дұғасы Алланың атымен, жеріміздегі топырақпен, және селекейімізбен сол топырақты алып, Алланың қалауымен, Алланың берген нығметімен, берекетімен ем болсын деген. Бұл жайдан жай сөз емес, жай ғана дұға емес. Бұл ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрімізбен дініміздің сабақтастығы, және әрине осыны қолданған адамға Алла тағала ешбір күмәнсіз шипа беретіні анық.